сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, менің қолымда көптеген ертегілер бар балалар. Бұл соңғы үлгідегі ертегілер балалар. Жаңағы бізде QR код арқылы бұны көре аламыз. Осы көптеген ертегілердің ішінде қандай ертегіні көргілерің келеді? Түлкі мен тырна. Олай болса, түлкі мен тырна ертегісін көріп тамашалайық балалар. Алдымен сіздер кейіпкерді бөліп ала қойыңыздар. Жарайсыңдар балалар. Шетіндегі тұрған QR коды арқылы біздер ендеше түлкі мен тырна ертегісін тамашалаймыз балалар. Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны қонаққа шақырыпты. Тырна, маған қонақ болып кет деді. Тырна дәмді тамақ ішкенді жақсы көреді. Қуана келісті. Айтулы уақытта тырна келді. Есікті қағып тұрып, түлкі маған қандай тамақ береді екен деп елестетіп тұр. Кел, тырна, төрге, деді түлкі. Сені көргеніме қуаныштымын. Түлкі қонақты құрметтеп төрге шығарды да былжыр ботқаны тәрелкеге молынан салды. Кел ғой, тырна достым, ұялма. Тырна қанша тырысса да түлкінің берген тамағын жей алмады. Ұзын тұмсығымен тәрелкені ары тоқылдады, бері тоқылдады. Тамақты татып та көрмеді. Түлкі өзінің тәрелкесін тілімен шалап жұқтап қойды да. Тырна, менің тамағым саған ұнамады ғой деймін. Жарайды, өзім тауысып қояйын деді. Түлкі ботқаның бәрін өзі жеп қойды. Кешір, тырнашым, саған беретін басқа менде еш нәрсе жоқ. Тырна қанатын қағып былай деді. Жарайды, енді сен маған қонаққа кел. Келесі күні түлкі тырнаның үйіне қонаққа келеді. Амансың ба, тырнажан? Жағдайың қалай? Бәрі жақсы ма деп жайын сұрады. Қайырлы күн, түлкіші. Сені күтіп отырмын. Тырна түлкіні үйіне кіргізіп, дастарханға шақырады. Дастархан үстінде қою көже қойылған, бие жіңішке құмыра тұр. Түлкі, дәмді, бұған бар күшіңді салдым, деді тырна. Дәмді тағамның иісі үйдің ішін алып кетті. Түлкі құмыраның біресе ар жағына, біресе бер жағына шығып айналып жүр. Құмыраның мойны тым жіңішке де ұзын. Түлкінің ең болмаса тілімен жалауға да шамасы келмейді. Ал тырнаның ұп-ұзын тұмсығы осы құмыраға дәл жарасып тұр. Ол көжені тұмсығымен шоқып жатып, түлкіге жымыңдап қарап қояды. Түлкі, сен неге ішмейсің? Менің тамағым ұнамай ма? Жақсылап тойып алам деп ойлаған түлкі әбден ашығып, ренжіп қалды. Қоштаспастан есікті тарсылата жауып шығып кетті. Ал тырна болса қанатын қағып қала берді. Содан бері тырна мен түлкі дос болмайтын болыпты. Әрине, енді қалай болсын? Түлкінің өзінің істегені алдынан шықты. Ертегі тамашалаңдар балалар. Түлкі мен тырна. Жаңағы түлкі мен тырна ертегісін көріп тамашалаңдар балалар. Сіздерге ұнады ма? Ұнады. Түлкі мен тырна екеуі деген дос болды ма балалар? Дос болған жоқ. Өте дұрыс балалар. Ертегі соңында екеуі дос болған жоқ балалар. Ертегі ұнады ма? Ұнады. Өте жақсы балалар.